Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оп-оңай, аяқ асты қонақ келіп қалатын кезде 10 минутта дайын болатын оп-оңай салатты бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен барлық керекті ингредиенттерімізді жақсылап жуып алып, осылай ыдысымызға салып, бетіне суын құйып, тұзын салып қайнатуға жіберетін боламыз. 20-25 немесе ары кетсе жарты сағатта қайнап пісіп дайын болатын болады. Мен 2 ғана тарелка шығатын ингредиенттерді қайнатып жатырмын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үлкен отбасы болсаңыздар, көбірек қайнатсаңыздар болады. Осымен біздің картошка осылай ингредиенттеріміз қайнап піскен соң, бөлек ыдысқа алып суытуға жіберетін боламыз. Суыған соң бірден осылай үкіштен шығара отырып, салатымызды жинауға кірісетін боламыз. Бұл салаттың ерекшелігі де осыда турап отырмайсыз, яғни үкіштен өткізіп отырып, өте тез әрі оңай дайын болатын болады. Ең үстіңгі жағында қызылша тұруы қажет. Яғни сіздер бірден тарелкаға астына селедка қою арқылы бірінен кейін бірін үкіштен өткізе отырып, ең бет жағына селедканы қойсаңыздар болады. Ал мен осылай кесеге әдемілеп салып алып, сосын ыдысымызға, яғни тарелкаға былай аударып алатын боламын. Сондықтан кесеміздің ең төменгі жағына қызылшаны бірінші үкіштен өткізіп алып, оның бетіне сәбіз, картоп және де жұмыртқамызды бірінен кейін бірін үкіштен өткізе отырып, әрі 2 слойда майонезін жағып отырамыз. Ұмытып кетпейік. Содан соң ең астыңғы бөлігіне селедкамызды осылай әдемілеп жайғастырып шығып, тарелкамызға төңкеріп алып, осылай шығарып алатын боламыз. Егер мен сияқты осылай істеп алатын болсаңыздар, міндетті түрде кеселеріңізді сулап алыңыздар. Егер кеселеріңіз кішкене нам болып тұратын болса, осылай салат оңай алынатын болады, яғни кесеге жабысып қалмайды. Осымен біздің оп-оңай әрі өте дәмді салатымыз дайын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Егер видео ұнап жатса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп алуды да ұмытпаңыздар. Сонымен ас болсын, үйіңіздегілердің барлығын ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде менімен бірге дайындап көріңіздер.